айналайындар, сендер маған мені келемешдеңдер. Мінеки, заң жоқ, адамдардың ашу-ызасын Ысқақов одан сайын тудырып тұр. Мына біреу полиция мені қолымен ұстап итермелеп, жаңа өкінішке орай менің видеом өшіріліп тұрды. Маған телефонсыз нетуге кіруге рұқсат бермейді. Енді Ысқақов қандай қылмысын жасырып жатыр деген сөз. Видеомен кіруге болмайды, ол тек қана қылмыс жасыру. Басқа ештеңе жоқ. Заңсыз 100%. Көріңіздер, Керекуде Ысқақов әкім немене істеп отырғанын. Көріңіздер, Керекуде Ысқақов әкім жылдар бойы адамдарды қабылдамайды. Қазақ тіліне жылдар бойы түкірген. Менің өзімді қабылдамады 1,5 жыл. Мұнда видеомен түсіріп алдым, кездейсоқ 9 ай мүгедек баласы бар ананы қабылдамаған. Мен видеоға түсіргенде ғана алып кірді ішіне. Видеоға түсіріп мен желіге таратып бастағанда ғана. Яғни ол жылдар бойы адамдарды қабылдамайды. Жылдар бойы түкірген, өз интерестерімен отырған адам. Мен ұғам солай. Интерестары 1 миллиард теңгеге, мысалы, ескерткіш салу. Мұнда оның алдында бірнеше ай бұрын Абайдың ескерткішіне 55 миллион, Естайдың ескерткішіне 45 миллион. Ал Ысқақов әкім Баянауылда бір ескерткішті, екі батырды бір постаментқа қою үшін 1 миллиард теңгеге соны естуінше жұмысты да бастап кетті. Сыбайлас жемқорлық, сосын әйтеуір қайда қарап отырсыздар. Тоқаев мырза, тексеріңіздер. Мінеки сондай қылмыстарды жасыру үшін телефонмен жібермей отыр. Мына Стелла, со Баянауылдағы ремонттан бірнеше рет өткізілген. О Стелланы қойып енді білмеймін, бір мүмкін 20-30 миллионға келетін шығар. Егер тура соны ауыстыру керек болса, со Стеллаға 0,5 миллиард ақша бөлінген. Соны салып жатыр ма жоқ па білмеймін. Мінеки осындай масқаралықшылықтар болып жатыр. Тағы да қайталаймын, рубльға Тереңкөл жағында видео бар сол туралы. Бензиндарды сатып жатыр. Екі сөзді жолатпай отыр қастандықпен. Мемлекеттілікке, мемлекеттің бірінші атрибутикасы мемлекеттік тілге бұғат. Мына кімнің, Ысқақовтың әйтеуір бұйрығымен. Осындай жағдайлар болып жатыр бізде. Сол үшін мені қазір жібермей отыр. Мен енді тұрам бәрібірде. Не түссін, не шықсын.